Баршаңызға сәлем. Астро әлем арнасына қош келдіңіздер. 2026 жылдың маусым айының 22-сі мен 28-і аралығына арналған апталық жұлдыз жорамалды ұсынамын. Тоқты. Дүйсенбі 22 маусым. Дүйсенбі күні жұлдыздар тоқтыны жалқаулық пен ұйқышылдыққа бейімдеуі мүмкін. Ұйқылы күй кешке дейін созылуы ықтимал. Егер тоқты өзін сергітіп, белсенділікке бағыттай алмаса, күн ерекше оқиғаларсыз өтуі мүмкін. Таңертең бір кесе қою кофе ішіп көріңіз, ал егер ол да көмектеспесе, бұл күні ағзаңызға демалыс қажет шығар. Сейсенбі 22 маусым. Сейсенбі күні тоқтыны екі маңызды сұрақ мазалауы мүмкін. Кінәлі кім және не істеу керек? Екінші сұрақтың жауабын табу қиын болғанымен, кінәліні іздеуде қиындық туындамайды. Әділдік туралы ойлар мен басқалардың қалай әрекет етуі керектігі жайлы толғаныстар тоқтыны өз жоспарларынан жиі алаңдатуы мүмкін. Сондықтан кінәліні іздегеннен гөрі өз істеріңізбен айналысқан дұрыс. Сәрсенбі 24 маусым. Сәрсенбі күні тоқтының бойында мықты стратег қана емес, шебер тактик те оянады. Оның ойлаған жоспарынан бас тартуға көндіру оңай болмайды. Бұл күні тоқты өз мақсатына жету үшін барлық мүмкін тәсілді қолдануға дайын болады. Өзгенің қарсылығын тыңдауға да аса құлық танытпайды. Бейсенбі 25 маусым. Бейсенбі күні тоқты егер жау берілмесе, оған аяушылық жоқ деген қағидамен әрекет ету мүмкін. Яғни ол күресуге немесе біреумен бәсекелесуге бейім болады. Алайда басталған шағын жанжал үлкен мәселеге айналып кетуі мүмкін. Сондықтан қажетсіз қақтығыстардан аулақ болған жөн. Жұма 26 маусым. Жұма күні тоқтыны біреудің айтып жатқан қарапайым әрі белгілі ақиқаттары қатты тітіркендіруі мүмкін. Көп нәрсе оған орынсыз немесе мағынасыз болып көрінеді. Айналасындағылардың сөздері де көңілінен шықпауы ықтимал. Бұл күні тоқтыға сенім мен оптимизм беретін нәрсе өзінің ақыл парасаты болады. Ал басқалар онымен келіспесе, бұл олардың таңдауы. Сенбі 27 маусым. Сенбі күні тоқтының басты жауы өз тілі болуы мүмкін. Ойлағанын бәрін бетке айта беру кейбір адамдардың көңіліне тиіп кетуі ықтимал. Сондықтан сөз сөйлер алдында ойланып алған дұрыс. Бұл күнді істеріңізді реттеуге, ескі жоспарларды қайта қарап, қажетсіз дүниелерді арылуға арналған жөн. Сонда өміріңізде жаңа мүмкіндіктерге орын ашылады. Жексенбі 28 маусым. Жексенбі күні тоқтының ішкі дүниесін байытуға тамаша мүмкіндік туады. Қызықты адамдармен араласу, жаңа таныстықтар орнату, немесе пайдалы әңгімелерге қатысу жақсы әсер береді. Белсенді әрекеттерге деген құлшыныс төмен болуы мүмкін. Сондықтан бұл күнді рухани және зияткерлік дамуға арнаған дұрыс. Жаңа әсерлер мен қызықты әңгімелер сізге шабыт сыйлайды. Торпақ. Дүйсенбі 22 маусым. Дүйсенбі күні торпақ өзін ерекше сәтті өтпек. Қолға алған кез келген ісі оңай әрі нәтижелі жүзеге асады. Ол өзінің күш-қуатымен, тапқырлығымен және белсенділігімен айналасындағыларды таңғалдыра алады. Сондықтан бұл қолайлы күнді ұсақ түйекке жұмсамай, маңызды әрі ауқымды істерге арнаған жөн. Сейсенбі 23 маусым. Сейсенбі күні торпақ өз уақытын өзгелердің мәселелерін шешуге жұмсауы мүмкін. Жұлдыздар дәл осындай жағдайға бейімдейді. Соның салдарынан жеке жоспарлары уақытша кейінге қалуы ықтимал. Дегенмен басқа адамдарға көмектесу арқылы жаңа достар мен сенімді серіктестер табуға мүмкіндік бар. Бұл да болашақта пайдасын тигізеді. Сәрсенбі 24 маусым. Сәрсенбі күні торпақ маңызды шешім қабылдау кезінде күмәнға берілуі мүмкін. Кейбір адамдар оны сенімсіз деп ойлауы ықтимал, бірақ шын мәнінде ол әр қадамын мұқият саралап, таразылап жатыр. Бір рет шешім қабылдаған соң күмән атаулы жоғалып, таңдаған жолынан ешкім оны тайдыра алмайды. Бейсенбі 25 маусым. Бейсенбі күні торпақ айналасындағы адамдардың өзінен бөлек көз қарасы бар екеніне таңғалуы мүмкін. Ол мұны көбіне қырсықтық деп қабылдауы ықтимал. Соған қарамастан қарсы пікірдегі адамдардың ойынан да ақылға қонымды нәрсе іздеуге тырысады. Бірақ бұл оңай болмайды. Нәтижесінде өз ұстанымында берік тұрады. Ал дәл осы табандылық оның мақсаттарына жетуге көмектеседі. Жұма 26 маусым. Жұма күні торпақтың табысқа жету құпиясы қарапайымдылықта, алайда өзі бәрін күрделендіріп жіберуге бейім болуы мүмкін. Кез келген мәселені шамадан тыс ойлап,
күрделі жоспарлар құруы ықтимал. Бұл тек уақыт пен күшті босқа жұмсауға әкеледі. Айналадағы адамдардың әрекеттерінен де күрделі себеп іздеудің қажеті жоқ. Бәрі сіз ойлағаннан әлде қайда қарапайым болуы мүмкін. Сенбі 27 маусым. Сенбі күні торпақтың намысы мен өз-өзін бағалауы үлкен сынақтан өтеді. Күн қызу пікірталастарға толы болуы мүмкін. Оның үстіне ол кейде ешқандай жаман ниет ойламаған жерден де реніш немесе астарлы сөз деуге бейім болады. Егер жанжалдан аулақ болғыңыз келсе, даулы тақырыптарды қозғамаған жөн. Сондай-ақ маңызды мәселелерде соңғы сөзді айтуға асықпаңыз. Жексенбі 28 маусым. Жексенбі күні торпақ өзін қатты сынап, өткен істерін қайта-қайта ой елегінен өткізу мүмкін. Басқаша жасауым керек еді, немесе өзім кінәлімін деген ойлар мазалауы ықтимал. Алайда өзіңізді орынсыз кінәлай берудің қажеті жоқ. Өткеннен сабақ алып, болашақта қателікті қайталамауға тырысқан жеткілікті. Сонда көңіл-күйіңізде жеңілдеп, алға сенімді қадам жасай аласыз. Егіздер. Дүйсенбі 22 маусым. Дүйсенбі күні жұлдыздар егіздерді сабырлы сенімділікпен қуаттандырады. Күн асықпай ерекше күйзелістерсіз өтеді. Егер сіз жай ғана тыныш күн өткізуден артық нәрсе қаласаңыз, бәрі өз белсенділігіңізге байланысты болады. Мысалы, қызықты кездесу немесе шағын кеш ұйымдастыруға болады. Егер айналаңыздағы адамдарды жігерлендіре алсаңыз, олар ұзақ уақыт бойы сізге көтеріңкі көңіл-күй сыйлағаныңыз үшін ризашылық білдіреді. Сейсенбі 23 маусым. Сейсенбі күні егіздер өздерінің ұйымдастырушылық қабілетімен бәрін таңғалдыра алады. Кеше ғана адамдарды ұзағы күту қажет болған нәрсе бүгін оңай жүзеге асуы мүмкін. Сендіру қабілетіңіз күшейіп болған жағымды эмоциялар мен мықты логика қосылады. Мұндай үйлесімге қарсы тұру өзгелер үшін оңай болмайды. Сәрсенбі 24 маусым. Сәрсенбі күні егіздер ерекше қырсықтық пен табандылық таныту мүмкін. Тіпті болмашы нәрселердің өзінде өз пікірінен қайтқысы келмейді. Бұл күні олармен дауласып немесе пікірталаста жеңу қиын болады. Алайда бірнеше күннен кейін сол даудың өзі маңызсыз болып көрінуі мүмкін. Сондықтан ұсақ нәрселер үшін жанжал шығармаған дұрыс. Бейсенбі 25 маусым. Бейсенбі күні егіздер екі есе күш-жігермен және табан батылдықпен әрекет етеді. Ұйымдастырушылық қабілеті аса көзге түспесе де айналасындағыларды пайдалы әрі маңызды іске жұмылдыра алады. Бұл күні олар мәселелерге тым байыппен қарауы мүмкін, ал әзіл сезімі әдеттегіден әлсіздеу болады, бірақ кейде дәл осындай байыптылық та қажет болады. Жұма 26 маусым. Жұма күні егіздердің бойында математикаға немесе интеллектуалдық тапсырмаларға деген ерекше қызығушылық оянады. Басқа күні жалықтыратын есептер мен логикалық тапсырмалар бүгін жеңіл шешіліп қана қоймай, ерекше ләззат сыйлайды. Ұлы математик атанбасаңыз да, ми жаттықтыратын іспен айналысу пайдалы болады. Мысалы, сөз жұмбақ шешу немесе қызықты логикалық тапсырмалар орындау. Сенбі 27 маусым. Сенбі күні маңызды шешімдер қабылдауға асықпаған жөн. Жұлдыздар сізді тым батыл әрі радикалды қадамдарға итермелеуі мүмкін. Сондықтан пікір білдірмес бұрын және әрекетке кіріспес бұрын бәрін мұқият ой елегінен өткізген дұрыс. Дегенмен, егер көптен бері шешімін күтіп жүрген мәселе болса, оны батыл қолға алуға қолайлы күн. Жексенбі 28 маусым. Жексенбі күні егіздердің ішінде белсенді теоретик оянады, бірақ практикалық әрекетке көшу қиындау болуы мүмкін. Күні бойы не істеу керек, қалай жасау керек және қай нәрсені бірінші орындау керек деген ойлар мазалайды. Идеялар көп әрі қызықты болады. Өкінішке қарай олардың барлығын жүзеге асыруға күш пен қуат жете бермеуі мүмкін. Сондықтан жақсы ойларды жазып қойып, кейін іске асыруға сақтап қойған жөн. Шаян. Дүйсенбі 22 маусым. Дүйсенбі күні Шаян үшін аса маңызды оқиғаларсыз өтеді. Күнделікті жұмыстар ерекше қызығушылық тудырмайды, ал бос уақытын үйде жайлы ортада өткізгісі келеді. Үй шаруалары тіпті шұғыл істер болса да кейінге қалдыруға деген ниет пайда болуы мүмкін. Алайда дәл осы күні оларды орынсыз аса көп күш талап етпейді. Кейінге қалдырылған іс ұзақ уақыт бойы шешілмей қалуы мүмкін екенін ұмытпаңыз. Сейсенбі 23 маусым. Сейсенбі күнінің ұраны үйдегі тәртіп бәріне маңызды. Бұл тек тазалыққа ғана емес, жеке өмір мен қарым-қатынастарды тәртіпке де қатысты. Жақын адамдармен байланысты нығайтуға,
отбасы ішінде туындаған түсінбеушіліктерді шешуге қолайлы уақыт. Үйді жайлы етуге де көңіл бөлген жөн, ал басты маңызды істерді қиындықтар тууы мүмкін, сондықтан мүмкіндігінше оларды кейінге қалдырған дұрыс. Сәрсенбі 24 маусым. Сәрсенбі күні Шаян өз мәртебесіне немесе қоғамдағы орнына қатысты аздап қанағаттанбаушылық сезіну мүмкін. Дегенмен бұл көңілсіздік аса күшті болмайды. Өйткені жалпы алғанда істер жақсы жүреді. Өз беделін көтеруге және айналасындағылардың алдында жақсы әсер алдыруға деген ұмтылыс күшейеді. Бұл күні басшылықтың назарын аударып, өзіңізді жақсы қырынан көрсетуге мүмкіндік бар. Сонымен қатар қарсы жыныс өкілдерінің алдында да тартымды көрінуіңіз мүмкін. Бейсенбі 25 маусым. Бейсенбі күні Шаянның өзіне деген сенімі ерекше артады. Өз күшіне сенімді болғандықтан біреуге қолдау көрсеткісі немесе қамқорлық жасағысы келуі мүмкін. Алайда игі істеріңіз үшін міндетті түрде алғыс күтудің қажеті жоқ. Кейбір адамдар көмекті бағалауы мүмкін, сондықтан жақсылықты шын ниетпен жасаған дұрыс. Жұма 26 маусым. Жұма күні беделіңізді арттырып, айналаңыздағы адамдарға жақсы әсер қалдырғаныңыз келсе, білім мен ой-өрісті көрсетуге мүмкіндік бар. Әңгіме барысында қызықты ойлар айтып, өзіңізді көрсете аласыз. Бұл күні ақыл-парасат, терең ой және мәдениетті қарым-қатынас ерекше бағаланады. Интеллектіңізді көрсетуге сізге қосымша құрмет әкелуі мүмкін. Сенбі 27 маусым. Сенбі күні Шаянның әдептілік пен тәртіпке деген талабы күшейеді. Әзілдердегі астарлы мағына немесе дөрекі ишаралар оған ұнамауы мүмкін. Кейбір сөздер мен әрекеттерді орынсыз қабылдап, бірден қарсылық білдіруге дайын тұрады. Сондықтан артық эмоцияға берілмей, сабыр сақтауға тырысқан жөн. Әйтпесе ұсақ нәрсе үлкен жанжалға ұласуы мүмкін. Жексенбі 28 маусым. Жексенбі күні Шаян түрлі түсініспеушіліктерге қарамастан өзін сабырлы ұстауға тырысады. Айналасындағы адамдардың әрекеттері қисынсыз немесе тұрақсыз болып көрінуі мүмкін. Сырттай бәрін бақылауда ұстай алғанымен, ішкі күйзеліс жинала береді. Егер сенімдеріңізді ұзақ уақыт бойы іште сақтасаңыз, бірнеше күннен кейін олар күтпеген жерден жанжал түрінде шығуы мүмкін. Сондықтан мәселелерді уақытында ашық айтып, түсінісіп алған дұрыс. Арыстан. Дүйсенбі 22 маусым. Дүйсенбі күні арыстан үшін қызықты әрі пайдалы өтпек. Егер белсенділік танытсаңыз, бұл күннің ішінде көптеген істі тындыра аласыз. Бұл күні бойыңызда ерекше қозғалыс пен жігер пайда болады. Тіпті әдеттен тыс мазасыздықтың өзі кедергі болмайды. Керісінше, әр істі тез аяқтап, келесі жұмысқа бірден кірісуге мүмкіндік береді. Сейсенбі 23 маусым. Сейсенбі күні табыстың кілті жүйелілік пен бірізділік. Жұлдыздар сізді дәл осы бағытқа жетелейді. Ойлау қабілетіңіз жылдам әрі нақты жұмыс істейді, ал істеріңіз жеңіл әрі сәтті орындалады. Қарым-қатынаста да ақылдылығыңыз бен сабырлы көзқарасыңызбен айналаңыздағы адамдарды таңғалдыра аласыз. Бұл іскерлік салада пайда әкелгенмен, сүйікті адамыңызға сәл тым байсалды болып көрінуіңіз мүмкін. Сәрсенбі 24 маусым. Сәрсенбі күні ата-аналық қамқорлық сезімі күшеюі мүмкін. Отбасы құру, ұрпақ жалғастыру немесе сүйікті адамыңызбен қарым-қатынасты нығайту туралы ойлар жиі мазалайды. Бұл күні қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік бар. Егер өзіңізді қуантқыңыз келсе, үйіңізге кішкентай үй жануарын әкелу де жақсы идея болуы мүмкін. Бейсенбі 25 маусым. Бейсенбі күні жақын адамдармен бірге уақыт өткізу бірінші орынға шығады. Басқа шаруалар мен уайымдар екінші кезекке ығысуы мүмкін. Сондықтан отбасыңызбен немесе достарыңызбен белсенді демалыс ұйымдастыруға тырысыңыз. Спортпен шұғылдану, серуендеу немесе табиғат аясында пикник өткізуге сізге жақсы көңіл-күй сыйлайды. Жұма 26 маусым. Жұма күні үйді немесе саяжайды жөндеу, жаңарту, жайластыру туралы көптеген идеялар туындауы мүмкін. Бұл жоспарлардың көбі пайдалы әрі орынды болады, бірақ олардың саны соншалық көп болуы мүмкін. Бәрін бірден жүзеге асыру қиынға соғады. Сондықтан бір бағытты таңдап, соны толық жоспарлап алған жөн. Сенбі 27 маусым. Сенбі күні көпшілік ортада аз болған дұрыс. Бір жағынан адамдармен араласқыңыз келеді, екінші жағынан қарапайым әңгіменің өзі жағымсыз
түсініспеушілікке ұласуы мүмкін. Намысшылдығыңыз да күшейеді. Сондықтан айтылған сөздерді жүрекке жақын қабылдау қаупі бар. Жан дүниеңізді ауыр сезімдерден сақтау үшін тыныш ортада болған жөн. Жексенбі 28 маусым. Жексенбі күні сіз өз міндетіңізге кірмейтін жұмыстарды жүктеу оңай болмайды. Тіпті күнделікті міндеттерге де аса құлшыныс танытпауыңыз мүмкін. Алайда дипломатиялық қабілетіңіз ерекше күшейеді. Кез келген мәселені жанжалсыз шешіп, қиын жағдайлардан шебер шыға аласыз. Күн тыныш өтеді, ал күрделі мәселелерді кейінге қалдыруға болады. Бикеш. Дүйсенбі 22 маусым. Дүйсенбі күні бикеш өз үшін ең дұрыс шешім демалу және бой сергіту. Белсенді демалысқа шақыратындарға аса құлақ аса қоймаңыз. Бұл күні жайлы диван, жұмсақ кресло, сүйікті кітап немесе қызықты фильм сізге көбірек қуаныш сыйлайды. Ал белсенді істермен серуендеуге басқа күндерде де мүмкіндік табылады. Сейсенбі 23 маусым. Сейсенбі күні қаржылық мәселелерге көңіл бөлетін уақыт келеді. Бұл шаруаларды кейінге қалдырмаған дұрыс. Өйткені мұндай қолайлы мүмкіндік жақын арада қайталанбауы мүмкін. Болашақ жоспарларыңызды қағазға түсіріп, кіріс пен шығыс кестесін жасаңыз. Осы күні жасалған қаржылық жоспарлардың сәтті жүзеге асу ықтималдылығы жоғары. Сәрсенбі 24 маусым. Сәрсенбі күні бикеш өз пікірін дәлелдеуге ерекше құмар болуы мүмкін. Тіпті маңызды, шамалы немесе қиынсыз ойдың өзін үлкен ынтамен қорғауға дайын болады. Онымен дауласу бос әурешілік, өткені жарты сағаттан кейін дәл сондай сеніммен қарама-қарсы пікірді де қорғай алады. Бұл күнді балалармен немесе жасөспірімдермен өткізіңіз. Қарым-қатынас жағымды әрі қызықты болады. Бейсенбі 25 маусым. Бейсенбі күні бикеш ойланбай әрекет ету қаупіне тап болуы мүмкін. Жұлдыздар оны жылдам әрі батыл қадам жасауға итермелейді. Алайда асығыстық салдарынан жағдайды толық бағамдап үлгермеуі мүмкін. Сондықтан қандай да бір іске кіріспес бұрын асықпай ойланып, бәрін таразалап алған жөн. Кейбір істерді кейінге қалдыру да дұрыс шешім болуы мүмкін. Жұма 26 маусым. Жұма күні философиялық ойларға қызығушылық артады. Әдетте мұндай тақырыптарға мән бермейтін бикештің өзі терең ойларға беріліп кетуі мүмкін. Осы күні туған идеялар өте керемет болып көрінгенмен, бірнеше күннен кейін олардың соншалық маңызды емес екенін түсінуіңіз мүмкін. Сондықтан үлкен шешімдер қабылдауға асықпаған жөн. Сенбі 27 маусым. Сенбі күні көңіл-күйіңіз жақсы болу үшін үйдегі тазалық ерекше маңызды рөл атқарады. Тіпті үстелдегі бірнеше үгіндінің өзі ашуыңызды келтіруі мүмкін. Сондықтан үйді алдын ала жинастырып қойған дұрыс. Таза әрі реттелген орта сізге тыныштық сыйлап, барлық істің сәтті жүруіне ықпал етеді. Жексенбі 28 маусым. Жексенбі күні үйді жаңарту немесе қайта жоспарлау туралы үлкен идеялар туы мүмкін. Бұл ойлар өте қызықты әрі тартымды болып көрінеді, бірақ оларды бірден іске асыруға асықпаңыз. Бұл күні бикеш өз жоспарының қаншалықты шынайы екенін бағалай алмауы мүмкін. Сондықтан маңызды өзгерістерді кейінірек қайта қарап, салқынқанды шешім қабылдаған дұрыс. Таразы. Дүйсенбі 22 маусым. Дүйсенбі күні таразының кез келген бастамасы сәтті болмақ. Айналаңыздағы адамдардың баяулығы немесе енжарлығы таңғалдыруы мүмкін, бірақ сіз оларды жігерлендіріп, өз идеяларыңызбен қызықтыра аласыз. Әсіресе жеке бастамаңыз бен белсенділігіңізге байланысты істер жақсы нәтиже береді. Ал өзгелердің баяулығына алаңдамаңыз. Бәсекелестер аз болады. Сейсенбі 23 маусым. Сейсенбі күні таразы барлық нәрселерден логика мен мағына іздейді. Өкінішке қарай айналаңыздағы адамдар сіздің бұл көзқарасыңызды әрдайым бөлісе беруі мүмкін. Бірақ бұл көңіліңізді түсірмесін. Өз ісіңізбен айналысып, жоспарларыңызды жүзеге асырыңыз. Бұл күні жүйелік пен дәлдікті қажет ететін жұмыстарда табысқа жету ықтималдығы жоғары. Сәрсенбі 24 маусым. Сәрсенбі күні таразы өз мақсатына табандылықпен ұмтылады. Әсіресе ол қаржылық табысқа қатысты болса, сізді ойыңыздан қайтаруға тырысқан адамдардың сөзі әзіл сияқты қабылдануы мүмкін. Тіпті жолыңызда кедергілер кездессе де, мақсатыңызға жетудің басқа жолын табасыз. Бұл күні қаржылық жағдайыңызды жақсартуға тамаша мүмкіндік туады. Бейсенбі 25 маусым.
бейсенбі күні таразы өз мақсатына жету үшін батыл әрі нақты әрекет етуге дайын болады. Бұған дейін жоспарланған істер дәл осы күні жақсы нәтиже беруі мүмкін. Алайда жетістік өздігінен келмейді. Шешімділік пен батылдық таныту қажет. Еңбек пен белсенділік қана табысқа жететінін ұмытпаңыз. Жұма 26 маусым. Жұма күні материалдық жағдайды жақсарту туралы қызықты идеялар туындауы мүмкін. Бұл жоспарларды бірден жүзеге асыру мүмкін болмаса да, оларды міндетті түрде жазып қойған жөн. Уақыт өте келе бұл ойлар жақсы табыс көзіне айналуы ықтимал. Ал махаббат мәселелеріне келсек, бұл күні тым көп ойлағаннан гөрі әрекет еткен пайдалырақ. Сенбі 27 маусым. Сенбі күні таразының өмірдің мәні секілді терең сұрақтар мазалауы мүмкін. Егер күні бойы күмән мен толғаныста өткізгіңіз келмесе, назарыңызды қарапайым әрі практикалық істерге аударған жөн. Сондай-ақ бұл күні айналаңыздағы адамдарға ескерту жасап, немесе сын айтудан аулақ болыңыз. Әйтпесе жағдайды қиындатып алуыңыз мүмкін. Жексенбі 28 маусым. Жексенбі күні таразының ойлары мен армандары ерекше терең әрі жарқын болады. Бұл идеялардың бәрі бірдей жүзеге аса бермеуі мүмкін, бірақ армандаудың да өз пайдасы бар. Әсіресе шығармашылық қиялы дамыған таразылар үшін бұл күн шабытқа толы болмақ, ал қалғандар үшін де күн жағымды әрі тыныш өтеді. Саршаян. Дүйсенбі 22 маусым. Дүйсенбі күні саршаян үшін ең жақсы іс шығармашылық айналысу. Күнделікті жұмыстарға зейін қою қиын болуы мүмкін, ал сурет салу, жазу немесе жаңа идеялар ойлап табу керісінше оңайға түседі. Шығармашылықты пайдалы істермен де ұштастыруға болады. Мысал, үйдің дизайнын жаңартып немесе үй жинастырумен айналысуға қолайлы күн. Сейсенбі 23 маусым. Сейсенбі күні айналада не болып жатқанына қарамастан саршаян өз әлеміне үңілуді жөн көреді. Басқалардың мәселелері мен күйбің тіршілігіне назар аударғысы келмейді. Өз жоспарлары мен істеріне ден қойып, сыртқы әсерлерден алшақ болуға тырысады. Интуицияңыз бен байқампаздығыңыз күшейіп, адамдардың және жағдайлардың жасырын қырларын оңай байқай аласыз. Сәрсенбі 24 маусым. Сәрсенбі күні саршаян өзінің пікірін дұрыстығын дәлелдеу үшін бар күшін салуы мүмкін. Алайда бұл энергияны бос дауға емес, нақты мақсаттарға жұмсаған әлдеқайда пайдалы болады. Егер біреуге өзіңізді дәлелдеу қажет болса, оны маңызды адамдарға көрсеткен жөн. Әсіресе мансап пен табысқа әсер ететін адамдардың алдында өз қабілетіңізді көрсету тиімді нәтиже беруі мүмкін. Бейсенбі 25 маусым. Бейсенбі күні саршаяның белсенділігі мен өзіне деген сенімі жоғары болады. Қол қуыстырып отыру оған тән болмайды. Бұл күн көптеген мүмкіндіктер әкелуі мүмкін. Сондықтан бастама көтеруден қорықпаңыз. Егер біреу сіздің пікіріңізбен келіспесе, өз ойыңызды дәлелдеуге қажеттілікті аргумент таба аласыз. Бұл күні бәсекелестерден озып шығуда мүмкіндік бар. Жұма 26 маусым. Жұма күні саршаян күрделі мәселелерді қарапайым әрі тиімді жолмен шешуге бейім болады. Егер қандай да бір қиындықты бірден еңсеру мүмкін болмаса, оны айналып өтіп алға жылжуды жөн көреді. Бұл тәсіл кей жағдайда өте тиімді нәтиже береді. Сондықтан артық қиындық іздемей, оң әрі нәтижелі жолды таңдаңыз. Сенбі 27 маусым. Сенбі күні саршаян ақша қайда кетіп жатыр деген маңызды сұраққа жауап табуы мүмкін. Қаржылық шығындарды саралап, бюджетіңізді қайта қарауға жақсы мүмкіндік туады. Бірақ осы мәселеге байланысты жақындарыңызбен ұрыс-керіске бармаған жөн. Ондай әңгімелерден пайдадан гөрі жүйке көп кетуі мүмкін. Жексенбі 28 маусым. Жексенбі сырт көзге тыныштық өтетіндей көрінеді, алайда бұл тыныштық уақытша ғана болуы мүмкін. Саршаян қаржыға немесе қарым-қатынасқа қатысты мәселелерді уақытша ұмытып демалғысы келеді. Кейде осылай үзіліс жасау пайдалы, бірақ мәселелердің өздігінен шешілмейтінін де есте ұстаған жөн. Оларды шешу қажет болады, тек дәл жексенбі күні емес. Мерген. Дүйсенбі 22 маусым. Дүйсенбі күні мергеннің ойына көптеген ерекше әрі тың идеялар келуі мүмкін. Бұл ойлар күтпеген шешімдерге толы болғанмен өте дәл әрі болашағы зор болады. Логика мен түйсік бірдей жақсы жұмыс істейді. Әсіресе интуицияңыздың күші артып, оны ақыл ойдың
айқындығымен ұштастыра аласыз. Жаңа жобалар мен жоспарлар құруға тамаша күн. Сейсенбі 23 маусым. Сейсенбі күні мерген кез келген іс-шараны ұйымдастырып, көпшіліктің назарын өзіне аудара алады. Бұл көңілді мерекеде отбасы арасында қызу пікірталас та болуы мүмкін. Қалай болғанда да актерлік қабілетіңіз бен харизмаңыз жоғары деңгейде болады. Ең бастысы осы қабілетті жағымды және пайдалы мақсаттарға бағыттау. Сәрсенбі 24 маусым. Сәрсенбі күні мерген өз бойынан ерекше икемділік пен дипломатиялық қасиетті байқайды. Сырт көзге ол тым көнгіш болып көрінуі мүмкін, бірақ шын мәнінде олай емес. Егер сіз біреудің пікіріне келісіп, бұл көбіне ұзақ даудан қашуы үшін жасалған қадам болады. Ақырында бәрібір өзіңіз дұрыс деп санаған жолмен әрекет етесіз. Бейсенбі 25 маусым. Бейсенбі күні мергенге айналасындағы адамдардың қарқынына ілесу қиын болуы мүмкін. Оның үстіне оған қандай ниет болмайды. Басқалардың асығыстығы мен бұйрық беруге бейімділігі жүйкеңізге тиюі ықтимал. Сондықтан қоғамдық жұмыстардан мүмкіндігінше аулақ болып жеке істеріңізге көңіл бөлген жөн. Жұма 26 маусым. Жұма күні жоспарларыңыз нақты тәртіппен жүзеге асады. Ерекше күтпеген жағдайлар болмайды, ал барлық іс алдын ала белгіленгенмен кесте бойынша жүреді. Соған қарамастан күн қызықсыз болмайды. Міндетті түрде көңіл көтеретін немесе шабыт сыйлайтын бір жағымды оқиға орын алуы мүмкін. Сенбі 27 маусым. Сенбі күні мерген кімнің не істеу керек екенін және қандай тәртіппен әрекет ету керектігін анық білетін болады. Бірақ айналаңыздағы адамдар сіздің пікіріңізбен келісе бермеуі мүмкін. Соның салдарынан түсінбеушілік пен дау туу қаупі бар. Сондықтан өз көзқарасыңызды дәлелдеуге күш жұмсамай, әркімге өз таңдауын жасауға мүмкіндік берген дұрыс. Сонда күніңіз әлдеқайда тыныш әрі нәтижелі өтеді. Жексенбі 28 маусым. Жексенбі күні ішкі жан дүниеңізде қарама-қайшы сезімдер көп болады. Бір жағынан сабырлы болғыңыз келеді, екінші жағынан эмоцияңызды жасыруға қиын соғады. Ішкі күйзелісті жинай бермей, көңіліңіздегі ойды мәдениетті түрде ашық айтқан дұрыс. Сонда жағдайды ушықтырмай, өзіңізді де жеңіл сезінесіз. Бұл күн шынайылық пен адалдықты талап етеді. Тау ешкі. Дүйсенбі 22 маусым. Дүйсенбі күні тау ешкі үшін құжаттармен, есеп-қисаппен және реттеу жұмыстарымен айналысуға қолайлы уақыт. Басқа істерге ерекше ынта болмаса да, қағаздарды сұрыптау, қаржылық құжаттарды реттеу және есептерді қарау өте сәтті жүзеге асады. Сондықтан бұл күнді жеке бюджетіңізді, төлемдеріңізді және басқа да маңызды құжаттарыңызды ретке келтіруге арнаған жөн. Сейсенбі 23 маусым. Сейсенбі күні тәртіп пен ұйымшылдық бірінші орынға шығады. Белгіленген ережелер мен тәртіпке сәйкес келмейтін нәрселер сіздің көңіліңізден шықпауы мүмкін. Бірақ бұл сезімнің ашуға айналуына жол бермеген дұрыс. Сондай-ақ айналаңыздағы адамдарға ақыл айтып, тәрбиелеуге тырыспаңыз. Әркімнің өз өмірлік тәжірибесі бар екенін есте сақтаңыз. Сәрсенбі 24 маусым. Сәрсенбі күні әртүрлі пікірталастар мен әңгімелерге көп уақыт кетуі мүмкін. Бұл даулардың нақты мақсатты болмауы ықтимал. Кейде сіз өзіңіздің де толық сенбейтін пікірді қызығушылық үшін қорғауға дайын боласыз. Сондықтан бұл күні сізбен дауласып, бір нәрсе дәлелдеуге тырысқан адамдар көп нәтиже көрмеуі мүмкін. Бейсенбі 25 маусым. Бейсенбі күні тау ешкінің өмірлік қуаты өте жоғары деңгейде болады. Бастапқыда оны сезінбеуіңіз мүмкін, бірақ аздап қозғалып, іске кіріскен соң энергияңыз арта түседі. Спортпен айналысуға немесе көптен бері шешілмей жүрген маңызды мәселені қолға алуға тамаша күн. Бастама көтерсеңіз, нәтижесі көңіліңізден шығады. Жұма 26 маусым. Жұма күні сіздің ойларыңыз бен пікірлеріңіз кей адамдарға тым күрделі болып көрінуі мүмкін. Тіпті өзіңіз де кейде артық ойлап кеткенде әсерде боласыз. Дегенмен айтқандарыңыздың ішінде пайдалы әрі ақылға қонымды ойлар жеткілікті болады. Тек оларды қарапайым әрі түсінікті түрде жеткізуге тырысыңыз. Сонда адамдар сізді жақсырақ түсінеді. Сенбі 27 маусым. Сенбі күні өзіңізге және жақындарыңызға уақыт бөлген дұрыс. Демалыс, денсаулық күтімі немесе сұлулық рәсімдері сізге жақсы әсер етеді. Хош иісті майлар қосылған жылы ванна қабылдау
көңіл-күйіңізді көтереді. Егер жақындарыңызбен арада айтылмай жүрген мәселелер болса, оларды сабырлы түрде талқылауға қолайлы уақыт, ал өзгенің мәселесіне араласудан аулақ болған жөн. Жексенбі 28 маусым. Жексенбі күні тауешкі мәселелерді уақытша ұмытып, ағысқа қарай жүзе бергісі келеді. Тіпті шұғыл шешімді қажет ететін істерден де алыстауға ұмтылады. Күннің көп бөлігі жайлы әрі уайымсыз өтуі мүмкін, алайда кешке қарай кейінге қалдырылған мәселелердің ешқайда жоғалмағанын түсінуіңіз ықтимал. Сондықтан демалып алғаннан кейін оларды шешуге бәрібір оралуға тура келеді. Су құйғыш. Дүйсенбі 22 маусым. Дүйсенбі күні су құйғыш үшін ең дұрыс шешім өз хоббиіне уақыт бөлу. Қызықсыз, бірақ маңызды істерге кірісуі қиын болуы мүмкін, сондықтан нәтижесіз күйде шаршауыңыз ықтимал. Ал сізге ұнайтын істер керісінше өте сәтті болады, сондықтан таңдау анық, не көңілсіз міндеттер, не өзіңізге ұнайтын шығармашылық пен қызығушылықтар. Сейсенбі 23 маусым. Сейсенбі күні достарымен уақыт өткізуге де өте қолайлы күн. Жақындарымен шағын бас қосу, ұйымдастыру, немесе бірге театрға, көрмеге, киноға бару жақсы әсер сыйлайды. Қандай формат болса да, бастысы қызықты орта мен жағымды эмоциялар. Бұл күн сізге рухани сергіп, көңіл-күй көтеруге мүмкіндік береді. Сәрсенбі 24 маусым. Сәрсенбі күні белсенділік пен іскерлік алдыңғы орынға шығады. Өз күшіңіз сізге аздық еткенде көрініп, айналаңыздағы адамдарды да іске тартуға тырысуыңыз мүмкін. Бірақ мұны тым ашық және қатаң түрде емес, жұмсақ әрі байқатпай жасаған дұрыс. Әйтпесе адамдар сіздің ниетіңізді дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Бейсенбі 25 маусым. Бейсенбі күні ішкі әлеміңізде басқарушы мінез оянуы мүмкін. Сіз өз ойыңызды дұрыс деп санап, өзгелердің қарсы пікірін қабылдауға аса құлықты болмайсыз. Алайда бұл күні өзіңізді диктатор емес, тәжірибелі әрі ақылды жетекші ретінде қабылдайсыз. Сондықтан өз пікіріңізді тым қатаң түрде дәлелдемеген дұрыс. Жұма 26 маусым. Жұма күні түрлі идеялар мен жоспарлар ойыңызға көп келеді. Үйді жаңарту, өмір салтын өзгерту, немесе тіпті үлкен жобалар туралы ойлануыңыз мүмкін. Кейбір идеялар өте әсерлі болғанмен, оларды іске асыруға уақыт жетпеуі ықтимал. Сондықтан бұл күнді жоспар құруға арнаған дұрыс. Сенбі 27 маусым. Сенбі күні су құйғыш үшін ең бастысы ішкі тыныштық пен рахат сезімін табу. Көңіл көтеру мен ләззат алу қажеттілігі артады. Тәтті немесе пайдалы емес тағамдарға деген құштарлық та күшеюі мүмкін. Сондықтан өз денсаулығыңызға абай болған жөн. Өйткені бұл күндер фигураға әсер етуі мүмкін. Жексенбі 28 маусым. Жексенбі күні эмоция мен тілектерді ұстап тұру қиынға соғады. Ішкі сенімдеріңіз сыртқа шығуға ұмтылып, өзіңізді тежеп ұстай оңай болмайды. Бұл жағдайда эмоцияны басуға тырыспай, оларды қауіпсіз түрде шығарған дұрыс. Мысалы, шығармашылықпен айналысу немесе серуендеу арқылы ішкі кернеуді босатуға болады. Балықтар. Дүйсенбі 22 маусым. Дүйсенбі күні балықтар үшін қарсыластары мен тектестері жоқ адамдарға жанашырлық танытудан басқа амал қалмайды. Бұл күні жолыңызда тұрған кез келген адам айтарлықтай шығынға ұшырау қаупінде болады. Сіздің тапқырлығыңыз кез келген айла тәсілді айналып өтіп, қарсыластарыңызбен тиімді түрде күресуге мүмкіндік береді. Бірақ бұл әдістер әрдайым жұмсақ бола бермеуі мүмкін. Сейсенбі 23 маусым. Сейсенбі күні басшылықпен кез келген қарым-қатынасқа өте сақ болған жөн. Мүмкін болса маңызды әңгімелерді кейінге қалдыру, немесе сылтау тауып кездесуден бас тарту ұсынылады. Әйтпесе түсінбеушілік туындап, әңгіме шиеленісіп кетуі мүмкін. Сондықтан бұл күні сабыр сақтап, артық байланыстардан аулақ болған дұрыс. Сәрсенбі 24 маусым. Сәрсенбі күні балықтарға балаларымен немесе жасөспірімдермен көбірек уақыт өткізу пайдалы болады. Өз балаларыңыз болмаса, бауырларыңызбен, жиендеріңізбен немесе көрші балалармен араласуға болады. Мұндай қарым-қатынас нақты пайда келмесе де, көңіл күйіңізді көтеріп, жағымды эмоция сыйлайды. Бейсенбі 25 маусым. Бейсенбі күні спортпен немесе фитнеспен айналысуға өте қолайлы уақыт. Бұл тек денсаулық емес, ішкі жан дүниеге де жақсы әсер етеді. Сондықтан спорт залында немесе белсенді ортада жаңа әрі қызықты таныстар пайда болуы мүмкін.
Жалпы алғанда қозғалыс пен белсенділік бұл күннің басты кілті. Жұма 26 маусым. Жұма күні интеллектуалды әрі пайдалы істермен айналысқан дұрыс. Оқу, есеп шығару, жаңа білім алу немесе музейге бару бәрі де жақсы нәтиже береді. Тіпті Википедия сияқты қарапайым ресурстарды ақтару да пайдалы болуы мүмкін. Бұл күні ой еңбегі сізге ерекше жеңіл әрі жағымды сезіледі. Сенбі 27 маусым. Сенбі күні шешілмей жүрген мәселелерді ретке келтіруге деген күшті ниет пайда болады. Бірақ бұл энергияны адамдармен жанжалға емес, нақты істерді реттеуге жұмсаған дұрыс. Үй ішін жинастыру, құжаттарды реттеу немесе жоғалған заттар табу үшін өте қолайлы күн. Тіпті бұрын жоғалды деп ойлаған заттар табылуы мүмкін. Жексенбі 28 маусым. Жексенбі күні балықтардың бойында романтика мен практикалық ойлау қатар жүреді. Арман мен қиял қанша биік болса да, ішкі есепші бәрін бақылауда ұстап отырады. Бұл сізді орынсыз шешімдерден сақтайды. Күн жалпы жағымды өтеді және қиял мен шынайылықтың тепе-теңдігін табуға көмектеседі.